Баршаңызға сәлем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын, ақ мол болсын. Бүгін сіздермен өзімнің отбасыма алғаш рет дайындап берген және де өте дәмді болып шыққан наурыз көженің рецептімен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен мінекей мен қазы мен шұжықты пісіріп алдым. Мінекей наурыз көженің құрамы әр өңірде әртүрлі. Менде ең қарапайым түрі 7 астан тұрады. Ол әрине құрт, ақ мол болсын деп айран қостым. Тары, арпа, күріш, тұз дәмін келтіріп тұз қостым. Және де сорпа, жаңағы қазы мен шұжық пісірілген сорпаға дайындадым. Көріп тұрғандарыңыздай, арпа, тары, күрішті мен алдын ала ыстық суға бұқтырып қойдым, және де оны бірнеше рет салқын суға жуып алдым. Осы сорпамызға бірінші арпаны пісіріп алдым 30 минуттай. Содан кейін күрішті бір 10 минуттан кейін тарыны салып пісірдім. Және де оны суытып қоямыз. Суығанша дейін біз шұжықты, қазымызды осылай әдемілеп турап аламыз. Кішкене сорпа алып қалдым. Соны мен құрттың бетіне құйып, жақсылап араластырып, құртымызды ерітіп аламыз. Жақсылап араластырып, енді сорпамызға, жаңағы тары, арпамызға осы ақтарды қосамыз. Құрт, айранды, дәміне қарай тұз саламыз. Жаңағы туралған қазы мен шұжықты қосып, араластырып ұсынуға болады. Мінекей өте дайын, өте оңай рецепт, және де өте дәмді болып шығады. Артық ештеңе қосудың қажеті емес деп ойлаймын. Енді әр өңірде әрқалай дайындалады. Бұл өте оңай, қарапайым түрі деп ойлаймын. Үйдегі бар заттан жасау. Және де мейіз қоссаңыздар да болады. Мен қостым, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Мінекей өте майлы, сондай дәмді, нағыз наурыз көже болды. Менің парақшама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алда сіздермен тағы да көптеген жақсы тексерілген рецепттермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Мінекей менің көжем дайын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!